Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі екінші бөлімнің жаңа тақырыбы киім түрлері және талғам туралы өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың мақсатымен таныс болайық. Орфографиялық норма қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу. Орфографиялық нормаға сай жазу деген дұрыс жаза білу деген мағынаны білдіреді. Келесі, орфоэпиялық норма сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалық заңдылықтарына сай айтуды үйренеміз. Яғни орфографиялық норма дегеніміз дұрыс дыбыстай білу, дұрыс сөйлей білу деген мағынаны білдіреді балалар. Ендеше сендерге ой түрткі сұрақ. Киімнің қандай түрлерін білесіңдер? Киім түрлеріне қатысты қанша сөз айта аласыңдар? Қазақ халқының киім киюдегі талғамын неден көруге болады? Бұл сұрақтарға WhatsApp желісі арқылы жауап беретін боласыңдар. Ендеше балалар, киімнің түрлерін біз 4 түрге бөліп қарастырамыз. Олар классикалық, жұмысқа арналған киім және спорттық үлгідегі киімдер, одан кейін негізгі ұлттық үлгідегі киімдер болып табылады екен. Ал оларды тұтыну мақсатына қарай біз киімдерді бас киім, сыртқы киім, аяқ киім, ішкі киім деп 4 бөлімге бөліп қарастырамыз балалар. Ендеше бүгінгі сабағымыздың негізгі мәтінімен таныс болайық. Ол үшін мәтінді оқып, оның құрылымына назар аударайық. Қане, мәтінді бірге оқиықшы. Қазақ шайы көзді, көңілді тойғызумен ерекше. Айсұлу ақ сүлгіге аз кем орап, боқтырып алған шайды кесеге құюға қам жасады. Адамның адамға деген қызметі қымбат, кісінің кісіге деген ықыласы ерекше. Айсұлудың сұлулығы қимылында болып шықты. Шырағым, қылықты қызметіңе ризамын, талабың жансын. Перзентті бол, деп елбасы ризалық сезімін білдіріп алғыс айтты. Ислам ака қалыспай өз жосығын жасауға асықты. Дастархан басынан тұра салып, есік сыртында тұрған көмекшісін шақырды. Қол сөмкесін ашқызды. Ішінен лағыл түсті жібек орамал шашылды. Бір шетінен шымши ұстап көтерген Ислам ака, мынау қалыңдыққа арнап тоқылған хиуа жібегі. Хиуаның жібек орамалы, деп құлашын кең жайған кезде, біраз жерді алып кеткен лағыл орамалды, кел қарағым, деп жақын келген келіншектің иығына жапты. Балалар, мәтінде біз не түсіндік? Қандай тақырыпта айтылған мәтін екен? Мәтін ішінде қандай қазақтың салт-дәстүрін байқадыңдар? Ендеше балалар, мәтінді міндетті түрде кітаптан ашып, оқып, тағда алыңдар. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың тілдік бағдарына назар аударайық. Сөз бен сөздің, сөз бен қосымшаның аралығындағы ықпалдар. Ең бірінші, жас ерекшелігі дегенге мән берейік. Бұл жерде балалар, сөз бен қосымшаның аралығындағы ықпал түріне мысал алып тұр. Мысалы, ерекшелік сөзіне жүктік жалғауының қосымшасы жалғанған кезде к дыбысының орны г болып өзгеріп айтылады екен. Мысалы, жас ерекшелігі. Біз айтқан кезде жас ерекшелігі деп айтпаймыз ғой. Жас ерекшелігі. Бұл кейінді ықпал түрі. Келесі сөз, жиек жүргізу. Сөз бен сөздің арасындағы ықпал түрі екен. Мысалы, жиек жүргізу дегенді айтқан кезде біз к дыбысын г дыбысы ретінде алмастырып айтамыз. Қане, айтып көрейікші. Жиек жүргізу. Яғни бұл балалар сөз бен сөздің арасындағы ықпал түрі болып табылады екен. Келесі, бей өкшетік. Бұл кейінгі ықпал түрі.
яғни сөз бен сөздің арасындағы ықпал түрі. Не себепті? Себебі биік өкше етік дегенді біз айтқан кезде биік өкше етік. Өкше сөзіндегі е әріпі түсіп қалады. Қане, айтып көрейікші? Биік өкше етік. Биік өкше етік. Яғни біз биік өкше етік деп екі ені де дыбыстап тұрған жоқпыз. Тек етік сөзіндегі е ғана дыбысталып тұр. Яғни бұл сөз бен сөздің аралығындағы ықпал түрі болып табылады. Келесі сөз. Тігіп қана қоймай. Ілгеріңкі ықпал түрі. Не себепті? Себебі қоймай дегендегі сөздің қ әріпі ғ болып дыбысталады екен. Қане, бірге айтып көрейікші? Тігіп қана қоймай. Яғни біз айтқан кезде тігіп қана қоймай деп емес, тігіп қана қоймай. Ғ әріпі ретінде қабылдап айтады екен бізде. Бұл балалар сөз бен сөздің арасындағы ықпал түрі болып табылады. Келесі, нәзік жұмыстар. Бұл кейінгі ықпал түрі. Яғни сөз бен сөз арасындағы ықпал, нәзік жұмыстар. Міне белгіленіп тұрған к әріпімізді біз г әріпі қылып айтып тұр екенбіз балалар. Ендеше балалар міндетті түрде ықпал түрлерін жаттап, естеріңе түсіріп, қайталап жүріңдер. Сынып жұмысымен таныс болайық. 31-ші беттегі 5-ші тапсырма. Өте қызық тапсырма балалар. Сендер бұл тапсырмада қазақ халқының талғамын танытатын киім үлгілері туралы жарнама мәтін жазасыңдар. Ол мәтіннің негізіне міндетті түрде керекті сөздерді пайдаланасыңдар. Ол сөздер тақия, қыз, келіншек, шапан, ішік, кимешек, бәйбіше, көйлек, әйел, бөрік, етік. Балалар, мәтінімізді міндетті түрде біреуге жарнама жасау мақсатында жазатын боламыз. Яғни біздің қазақтың ұлттық киімнің әсемділігін, көркемділігін көрсететін арнайы сын есімдік сөздерді пайдаланып, жарнамалық мәтін жазып шығатын боламыз. Ал үй жұмысына 32-ші беттегі 7-ші тапсырманы аламыз. Бұл жерде негізгі жаңа оқылған мәтін бар емес пе? Айсұлу апайдың, яғни шай құю әдебіндегі мәтін негізінде сұрақ берілген. Осы 4 сұрақтарға жазбаша жауап беріп, яғни жазып, суретке түсіріп жіберетін боласыңдар балалар. Ендеше талдау жұмыстарын жасау үшін WhatsApp желісіне кері байланысқа шығайық.